Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Багер Хак каналы және де мен Аян. Бүгін біздер Майнкрафттан қалай суреттер салатынын үйрететін боламыз. Мінекей осылай қалай сурет салады мынау. Сол жақ бұрышта көріп тұрсыздар. Және де ол үшін бірінші мынау программа керек. Осы программа керек. Вот атын жазып аласыздар ма, или копировать етіп аласыздар ма, бірдеңе істеңіздер. Осы программа керек. Және де осыны установить етіп болғаннан кейін Майнкрафтқа кіреміз. Мына жер тап-таза болады. Мына жерде общем осы жерінде стрелка болады, астына қарай, сосын внешний және де предложение программа деген бар. Сондай тұратын болады, соны внешнийға қоятын боламыз. Мінекей, егер де үстіп тұрса, сіздерде настройкаға кіреміз және де профильге басамыз. Сосын мынау тұр, расположение хранилища файлов деген, расположение хранилища файлов. Соны басамыз. Мінекей осы жерде приложение ма, в общем, внешнее приложение. Сюда внешнего қоямыз да. Сосын создать новый игровой мир. Творческий қоямыз. Так, легко. Ана операторға қоямыз да. Типа бесконечный деген да. Обязательно плоскийға қоямыз. Плоский, ол міндетті түрде. Енді ары қарай өздеріңіз өзгертетіндеріңіз өзгертіп аласыздар да. Я ашатын боламыз картаны. Картаны ашып болғаннан кейін үстіп бірдеңкені аламыз да, любой бір затты үстіп қоямыз. Үстіп қоя саламыз, тупо қоя саламыз да, просто қоямыз да, кетіріп тастаймыз. Үстіп кетіреміз да. Кейін ойыннан шығатын боламыз. Мінекей, ойыннан шығамыз. Кетіріп тастайсыздар, міндетті түрде кетіріп тастау керек. Және де фотокарферма, сондай программа, приложение кіреміз. Загрузить из галереи дегенді басамыз да. Камера, WhatsApp қай жерінде сақтаулы тұр, және де соған басамыз. Любой программа, любой сурет болады бұл жерде, қандай сурет болсын бола береді. Және де создать ететін боламыз. Кешірім сұраймын. Так, создать ететін боламыз. Highlight Bagger Hack. Және де мынаны бұрышындағы үш бұрышты мынаны басамыз. Мынау бұрышындағы. Үстіп загрузка жүретін болады. Мына жерде неше блоктан тұрады, яғни пикселден тұратын көрсетеді. Сосын үстіңгі импортировать в Minecraft Pay. Соны басатын боламыз. Және де қай мир, жаңағы плоский мирді создать еттік қой. Біріншісін басамыз. Осыған үстіп кіреді, керісінше болады енді. Бүйтесіздер да. Үстін басып тұрып, былайынан қозғалтуға болады. Үстіп қозғалтамыз. Мінекей қозғалып жатыр міне. Астындағы точкаға қарап тұрыңыздар. Мынаны бүйтіп жақындатамыз. Бүйтсек алыстаймын. Үстін мынаны суреттің үстін басып тұрып, және жүретін жерді бассаңыздар өзі қозғалады. Қойларыңыз келсе, мынау жоғарыға, мынау төмен. Мынау суретті кері айналдыратын. Окейді басамыз, постройка кетеді. Және де істеліп болғаннан кейін шығамыз. Бұл программаны кетіріп тастаймыз, мына жерден кетіріп тастаймыз. Және де Майнкрафтқа кіреміз. Мінекей Майнкрафтқа кірдік, және де играть на творческий. Басамыз және де күтеміз.
мінекей ойынға кірді, және де видео түсіргілеріңіз келсе өйстіп любой жерден бір оңай шетінен сындырамыз. Любой бір блокты сындырасыздар да істейсіздер. Мысалға мына жерді сындырып істеуге болады. Мына жерді өйстіп сындырасыздар да, өйстіп сіздің сындырып болса қандай блок, в общем, мына жақтан іздеп тауып саласыздар ғой. Сосын өйстіп алысқа қарап бүйтіп істейсіздер. Вот менің суретім осындай болып шықты. Егер де менің видеом ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басамыз, подписка жасаймыз. Сіздер үшін істедім енді. Сіздер сұрағаннан кейін қайтып істейтінін көрсетші дедіңіздер. Не қалайсыздар, тағы да нені көрсетейін? Лайк басып арнаға жылып комментарияға жазып кетеміз. Осындай нәрсе істеші десеңіздер, мен істейтін боламын. Ендігіде келесі видеоны сразу айта кететін болсам, бүгін осы видео шықты. Ертең кешке сағат 6 немесе 7-де тек қана джиглмен хайлайт шығатын болады. Хайлайт тек қана джиглмен. Мен Майнкрафтты тастаған жоқпын. Майнкрафттан да видео түсір десеңіздер түсіремін. Идея айтыңыздар, содан түсіретін боламын. Ал Free Fire менің екінші ойыным десем де болады. Free Fire мен де және Майнкрафтпен де айналысатын боламын. Майнкрафттадан не просмотр жақсы, неде де. Бірақ Free Fire'дан көп подписчик жиналады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған мен Багерхак. Аман сау болайық. Знаю, что ты в теме, знаю, чем горел и во что верил, знаю, почему ты был в отделе, знаешь, я не меньше твоего.